Бисмилля. Ал бисмилля қыздар, қараңыз, бүгін сукун нунға қатысты ереже өтеміз. Сукун нунға қатысты. Сукун нун дыбыстаған кезде, ол не болады? Сукун нун деп айтқан кезде, нун әріп бұзу айтылу деген сөз ғой. Яғни харакат жоқ деген нәрсе. Енді қараңыз, сукун нун деп айттық қой, да, біз содан кейін бізде тануин бар. Ан, ин және ун. Ан, ин, ун. Ан, ин, ун. Қалай бітеді дыбысы? Ан, ин және ун. Немен бітіп жатыр? Н әріппен жатыр. Опять-таки же немен бітіп жатыр? Сукун нунмен бітіп жатыр. Ан, ин, ун. Енді қарайықшы, бізде жалпы неше әріп бар араб тілде? 28 әріп. 28 әріпті біз қазір 4-ке бөліп тастаймыз. 4-ке бөліп тастаймыз. 4 ережеге бөлеміз. Бірінші бізде ереже ызғар. Осылай жазсаңыз болады. Ызғар, одан кейін идғам. Одан кейін бізде иқлабы. Иқлабы кішкентай қылайықшы. Осылай. Одан кейін иқлаб. Одан кейін иқфа. Иқфаға негіз арнайы бөлек бір сабақ түсіру керек. Иқфаға. Себебі иқфада бізде 15 әріп бар. 15. Сол үшін ол сәл күрделі. Әр әріптің келесін махражына қараймыз. Оның әр әріптің өзінің сифатына қараймыз. Тілді қаяққа қоямыз. Соған бір арнайы сабақ түсіреміз. Бүгін біз өтетін ереже изғар және идғам. Осы екі ереже өтеміз. Үлгіргенше. Бірінші изғар. Изғар, идғам, иқлаб, иқфа. Изғарда бізде неше әріп? 6 әріп. Идғамды 6 әріп, иқлабды 1 әріп. Сонда қараңыз, 6 неше болды? 12 бір қоса 13 нешеу қалады? 15 әріп қалады. Яғни қараңыз, нені түсінеміз біз? Сукун келді ма, нун, тануин келді ма? Болды. Келесі әріп болса, уже қандай әріпке қараймыз? Ол уже міндетті түрде ереже деген сөз. Сукун нун келді ма? Тануин келді ма? Міндетті түрде не болады ол? Ереже болады деген сөз. Түсіндік па? Себебі 28 әріп келу. Енді мына қағиданы жаттап алыңыз. Не до, после, кейін, тануиннен кейін, сукуннан кейін деген мәселе. После. Түсіндік па? Енді қараңыз, изғар бізде неше әріп? Изғар бізде 6 әріп. Хамза деп айтады, одан кейін ойын, одан кейін 3, ха, одан кейін хо. 6 әріп. Изғарды. Изғарды 6 әріп. Енді қараңыз, изғарды 6 әріп. Немесе жоқ, сосын ютубтан қарап жазып алсаңыз болады, қазір өте берейік онда. Қараңыз, қазақша ызғар деген сөзді білеміз ба? Просто я вам оңай жаттау үшін түсіндіріп отырмын. Ызғар деген сөз білеміз ба? Салқын. Ызғар деген кезде біз уже не елестейміз? Көздің алдында бір тесік, бір салқын кіретіндей бір нәрсе болу керек. Ызғар ол да ашық. Ашық деген нәрсе. Изғар ол ашық. Ашық, анық деген мәселе. Яғни қараңыз, мысалы. Мысалы бізде тануин келді. Зән. Тануин келді. Зән. Тануин келіп тұр ма? Қараңыз. Зән деп келіп тұр. Тануин келіп тұр. Зән. Енді келесі әріп бізде немен басталса? Мысалы, ха әріппен басталып жатыр. Келесі сөз. Қараңыз, не істеймен осы жерде? Ол не болады уже? Келесі әріп немен ха басталса не болады? Изғар болады. Изғар келген бізде ашық, анық мы ұстаймыз. Қалай бар, солай бар, ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Изғар ол бір сөзде де болады, бөлік сөзде де бола береді. Изғар деген мәселе. Себебі біз қайтқанға келеміз. Изғарда ол бөлік сөзде болады, және бір сөздің ішінде де бола береді. Ол ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Қараңыз, изғар ол не? Ашық. Изғар ол не? Ашық. Ашық, анық. Бұрынды қалай оқыдық, солай оқымыз. Бірақ енді неде? Мысалы, осы жерде қараңыз, зан. Екінші әріп қой бізде не болып келді? Нун келіп тұр да? Зан. Осы нунды дыбыстаған кезде біз оған енді әрине оны сипатты беріп шығу керекпіз. Сол нәрсені естен шығармайық. Мысалы, нун әріпті біз сипатты қандай бар? Ол бания, ол мысалы қандай бар? Ол бізде ғунна. Мысалы, куфуан ахада болмайды. Куфуан ахада. Анху болмайды. Анху.
анху. Куфуан ахада. Куфуан ахада. Анху болмайды. Ана ашық деп немқұрайлықпен кетіп қалмаңыз. Міндетті түрде оған лазым сукунды көрсетіп, оның сифаттарын беріп шығамыз. Изғар бола берсін, бір сифатпен шығарамыз. Түсіндікті ма? Мысалы қараңыз. Мынаны кетірем деп, одан сайын жазып жатырмын, не істеп жатырмын. Қараңыз, енді мысалы бізде нун әріп сукунмен келді. Мысалы, нун әріп сукунмен келді. Ән. Енді келесі әріп неме басталып жатыр бізде? Мысалы, ха әріп келді да, келесі әріп неме? Ха келіп жатыр. Не болады? Ән, ха. Не істейміз? Изғар болады. Қалай бар, солай дыбыстаймыз. Теперь смотрите, Құранда мынандай подсказка болады. Міндетті түрде Құранға для изғара подсказку. Қандай? Изғар екен сразу түсінесіз. Міндетті түрде түсінесіз. Мына нун әріп сукунмен келген кезде сукун осындай болып тұрады. Яғни оның несі болады? Кішкентай ашықтығы болады, тесігі болады, ашықтығы болады. Мынандай, осындай. Егер нун осындай немен келсе, онда біз оны 100% білеміз, ызғар екен. Одан кейін тануинді қарайықшы. Тануин бізде жалпы, тануин бізде осылай келетін тануин да бар. Немесе бізде тең келеді. Міне, тегіз келеді, теппеттен болып. Онда ол ызғар екен білеміз уже. Оған уже бастыға тұрмайсыз, өзі білесіз сіз, ол ызғар екен. Давайте осыны енді пока осын досканы кетіріп стайық, қазір Құран мысал ретіне келтірек ызғарды. Одан кейін мына, мен үшін жаздым сізге. Мына, жазып сөйлемші мына полностью әріптерді. Жазғанда қазір мен түсіндірем, одан кейін үйге барып жасаңыз болады, да? Қараңыз. Идғамда бізде 6 әріп, осын таблицаны үйден жазып, осылай жаттап аласыз. Идғамда бізде 6 әріп бар. Лям, ро, вау, я, және мим, және нун әріп. Осы 6 әріп. Неде бізде қандай әріп? Бә әріп бар. Қараңыз, иқлап немен бітіп жатыр қазақша? Б мен бітіп жатыр, Б әріп, осылай жаттайсыз. Қалған әріп ихваға кіреді. Қандай? Алиф, бә кірмейді уже. Та, са, джим, ха, хо кірмейді. Дәл, зәл, зә, син, шин, сосын. Сот, дот, одан кейін. То, то, сосын. Айты беріңіз. Қоф, кәф, сосын. Неше ол? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тағы да бір әріп жетіп жатыр. Зоны айттық. Тоны айттық, зоны айттық. Тағы да айтып шығайықшы. Алиф кірмейді, бә кірмейді. Алып тастадық. Просто сізге та, джим, ха кірмейді, хо кірмейді. Дәл, зәл, зә, син, шин. Осылай табасыз өзіңіз. Аналарды алып тастайсыз, осылай табасыз. Қалған әріптер, олар қандай болады бізде? Ихфа. Неше әріп болды? Общий 15, 1, 28 әріп. Нені түсінеміз? Яғни, осы неден тез келген тануиннен кейін, сукуннан кейін, мысалы, тануиннен кейін син әріп келсе, біз уже білеміз не ол? Ихфа. Тануиннен кейін бәріп келсе, біз не білеміз? Ихлабы. Тануиннен кейін ха келсе, не білеміз? Изғар. А енді бөлек-бөлек қарастырамыз. Хорошо, қазір осыны жазып аласыз. Бүгін үлгірсек, изғар өтеміз тек, уақытымыз болса, идғамда да өтіп кетеміз. Жарай ма? Алдына мынаяқта бір қызымыз көрсетіп еді. Осылай. Оны да түсіндім ғой. Қараңыз, енді изғарды Құраннан көрсетейік та сізге, иншалла. Давай қысқа сүрелерді қарайық та, иншалла. Себебі сіз қысқа сүреде жүрсіз да. Мына, қараңыз. Валям якуллаху, мынаяқта нуннан кейін лям келді, ол изғар бола алмады уже. Кіреміз идғамға. Куфуан, тануин келіп тұр ма? Куфуан, тануин келді. Тануин қандай келіп тұр? Теппетен келіп тұр. Теппетен, екі сызық теппетен келді ма? Онда не болады бізде? Онда ол изғар болады. Міне көріңізі, хамза келді. Не болады? Изғар болады. Куфуан ахада. Бұрында қалай оқыдыңыз, солай оқып кете бересіз. Түсіндікті ма?
бұрында қалай оқыдыңыз, ешқандай өзгеріс көрсетпейді. Бірақ куфуан ахад болмайды. Куфуан ахады. Ақысын береміз соны. Дальше кеттік. Мысалы қараңыз, мияқта уже көрінсе ешқандай не жоқ. Белгі жоқ. Ол уже изғар емес, білеміз біз. Изғар емес. Все. Изғар болу үшін ода сукун немесе. А енді қараңыз. Мияқта қараңыз, шәр ғосеқи. Қандай тануин келіп тұр? Тепен-тен келіп тұр. Содан кейін не келді? Хамза. Хамза қандай әріп? Изғар әріп па? Болды. Не істейміз? Ештеңе істемейміз. Ештеңе істемейміз. Бізде уже Құранда подсказка бар, да? Мысалы қараңыз. Хасидин. Тепе-тен ба? Машалла. Не болады? Изғар болады деп айтамыз. Енді қараңыз, ары қарай. Келесі сура. Мысалы, давайте, кафирун, так, Масатта. Қараңыз. Масат сүресінде Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ма агна анху. Нун үстіне не тұр? Сукун тұрма, болды, ол изғар болады уже. Егер сукун болмаса, онда сіз ойланасыз. Қай ереже? Ихфа ма ол, идғам ба ол. А егер сукун тұрды ма, болды, ол уже бізде изғар болып келеді. Түсіндікті ма? Жалпы Құранда мына жерде көрінсе дөңгелек болып тұр. Жалпы біз сіздің Құранда мына Мединский жана Құрандарда қандай сукун келіп тұр? Сәл андай тесігі бар кішкене, да? Ашық болып тұр ол. Сол уже түсінеміз біз. Не ол болады бізде? Изғар болады. Түсіндікті ма? Так, кеттік ары қарай. Все. Изғарға қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Так, сұрақтар жоқ. Енді біз неге қайтып барамыз? Енді біз ережеге идғамдыға қайтып барамыз. Идғам. Идғам ол не бізде? Қосу, біріктіру деген мәселе түсінеді. Біз идғам келген кезде біз уже білеміз. Так, идғам ол яғни шадамен бір байланыс бар деген сөз. Шадамен байланыс тұр деген сөз. Идғам десе уже не ол? Шада бар екен деген сөз. Түсіндікті ма? Шада. Енді қарайық, идғам қосу. Неше әріп идғам бізде? Лям, ро, және вау, я, сосын және мим, және нун. Неге мен осылай жазып шықтым, бөлек үшеуін? Себебі енді біз ғуннамен қазір жұмыс жасаймыз. Мұрынмен, қай жерде біз мұрын арқылы да бастаймыз, қай жерде біз мұрынсыз да бастаймыз. Идғам қосу. Идғам деген сөз айтқан кезде біз нені ойлаймыз? Тағы да шадда деген сөз. Идғам не ол? Шадда бар деген сөз. Қосамыз деген сөз. Біріктіру жастаймыз қазір. Бірінші сөзден екінші сөзге кіріп кетеміз деген мәселе. Кіріп кету. А біз қалай кіреміз келесі сөзге? Бізге не керек? Сукун керек бізге. Не керек бізге? Сукун. Шадың ішіне сукун бар ма? Бар. Сол үшін бізге шадда керек. Келесі сөздің кіріп кету үшін. Келесі сөзге. Мысалы, давайте қараңыз. Мысалы, бізде қараңыз. Жана зә әріп тануиме келіп тұр, да? Зә әріп тануиме келіп тұр. Бірінші нун қандай бізде? Осы жерде екінші сызық ол нун ғой. Ол нун. Мысалы, келесі сөз лямби бастал жатыр дейікші. Мысалы, лямби бастал жатыр. Да? Фаткалы лям дейікші. Мысалы, зан ля. Мысалы. Не істейміз, мен келесі сөзіне кіріп кету керекпін ғой? Мына сөз кетіп жатыр, да, мына жерде. Мына сөз кетіп жатыр. Қосамыз. Не істеймін? Шады қосайым дедім ғой. Шады қостық па? Болды, шады қосамыз. Нун кетеді. Нун кетеді. Не істеймін? Залля. Залля. Не істедім мен? Кіріп кеттім ба? Кіріп кеттім мен. Залля. Қош жібердік. Шады. Шады жоқ, біз сөзіміз пайда қылдық, да? Негізі сіздің Құраныңызда жазылып тұр шады. Жалпы нун оқылмайды ол кезде. Нун оқылмай, келесі сөзді не істейміз біз? Шадалап кіріп кетеміз. Сукун. Сукун бар ма ішінде? Шада, давайте шаданы ашайық. Міне, екі лям ғой. Екі лям. Бірінші лям. Сукун, екінші харакат. Не болады? Залля. Залля. Мен тек ана шаданы сізге ашықтап бердім. Тағы да мысал ретінде. Енді қараңыз, мысалы бізде сөз келеді, та, мысалы рон. Мысалы рон. Сукун ме келді? Рон.
да? Он негізі сукун болып тұрмайды ол Құранда. Жоқ болады уже. Рон. Келесі сөз бізде роммен басталып жатыр. Роммен басталып жатыр. Не істейміз? Не істейміз? Аха, не істеймін? Мынаның ішіне кіріп, мынау керек па? Ро. Кіріп кеттім. Мысалы, зә болсын. Зарро. Кіріп кеттім ба? Кіріп кеттім. Енді қарамыз. Ля мен ро. Кіріп кетеміз. Бәріне кіреміз солай. Нұн оқымай түсіріп тастаймыз нұнды. Келесі сөзіне территориясына кіріп кетеміз. Как незваный гость деп айтады ғой, кіріп кетеміз. Сукун арқылы кіреміз, яғни шадаға кіреміз. А енді бізге лямро кіріп кеткен кезде біз мынаны қолданбаймыз. Қараңыз, залля, зарро керек па мұрын? Керек емес. Мұрынсыз мынау. Ғунна 0%. 0% ғуннасы жоқ ода. Мынау бәрімен шадалаймыз. Бірақ неде айырмашылығы? Мыналарды біз қазір мұрынмен ойнаймыз еще. Деген кетеді. А мынада анық. Залля, зарро ешқандай ғунна жоқ. Ғунна деген кеңсірек дыбыс деген нәрсе айтамыз да. Қыздар түсіндікті ма? Енді білмеймін, қарапайыммен жалпақ тілмен айтып отырмын сізге. Түсінбей көріңіз дейін ба? Мұнан кетірем десем, одан сайын жағып жатырмын ба? Не істеп жатырмын? Так, теперь қарамыз. То же самое. Мысалы, зә әріп, мынауды досқа етіп жатыр. Зә әріп фатқамен келді. Келесі әріп бізде неме бастап жатыр? Вау. Мысалы, бізде то же самое, мысалы, зә әріп немен келді? Тануймен келді, дейікші. Фатқамен, тануймен келді. Келесі әріп бізде неме бастап жатыр? Ямен бастап жатыр. Енді қараңыз. Мысалы, қараңыз. Келесі сөз немен бастап жатыр? Вау. Не істеймін менің ішіге? Вауды не істеймін? Ага. Вауды шадалаймыз. Мынау не істеймін? Нұн керек па маған? Алып тастаймыз. Не қалады? Зауа. Енді қараңыз. Мынаны мен шаданы давайте ашықтаймын. Вауды мен ашықтаймын. Шада это что такое? Ол не? Бірінші әріп сукун, екінші әріп харакат. Бірінші сукун, екінші харакат. Сол нәрсені біз көзге көрінбесек те, біз білеміз бірінші әріп сукун екен. Не істейміз? Міне, мен кіріп ашып тастадым сізге просто шаданы. Қараңыз, бірінші әріп кірдік, екінші харакат болды. А енді сұрақ. Зауа. Шадаладық қой, нұнды алып тастап. Ғуны қайыққа жібереміз? Ғуна бірінші вауға жібереміз. Мынада ғуна жоқ. Мына вауды. Мынаны. Жабайық, мұрынды жабайық. Зауа. Ва. Екіншісі жоқ. Біріншісі керек тағы да. Зауа. Осылай болу керек. Қараңыз. Зауа. Ага. Зауа. Түсіндік па? Енді мына жерде, мынаны кетіріп ұстайықшы. Кетіргенде мен одан сайын жаза берем ба, не болып кетеді мынаны? Так, бетейік. Ай, машалла. Ладно, да. Білмеймін, баса берейінші, қазір кетіріп сен бәрін көрсін. Ана, яны, қараңыз. Не істейміз? Я басталып жатыр. Мына не істейміз? Алып тастайын ба? Алып тастаймыз. Осы жерде алып тастаймыз. Құранын алып тастаймыз. Осы жерден алып тастаймыз. Кіріп кеттік па? Кіріп кеттік. Енді мына жерде мен шаданы қылу үшін екі әріпкі былай жазып кетем. Негізі ол бір әріп шадамен тұрады уже. Бірінші әріп не болды? Сукун, екіншісі харакат. Мұрын мынау. Бірге. Қараңыз, тыңдаңыз. Мысалы, Зилзал сүресінде Хойрон ярох ва ман ярмал ва ман ярмал ва ман я. Несложно, просто делайте все только звук. Зая. Мысалы, Масад сүресінде лахабиун ва таббабиун ва
Биуа. Дейміз, болды. Все. Дейміз. Биу. Смотрите. Қараңыз, кеңсірек, не кеңсірек, қалай жасайсыз? Дейінші. Биу. Вот, все. Вот, кеңсірек сезу керексіз. А если шықпасаңыз, бетесіз, қараңыз. Зайн. Мұрынғы салаймай жатса, мына нәрсе қолданыңыз, қараңыз. Зам. 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 Зайн. Осылай жасайсыз. Вот так. Түсіндік па? Я әріпті. Мына барлық әріптерді біз шадалаймыз, қыздар. Барлық әріпті шадалаймыз. Айырмашылығы неде? Вау, яды біз тек не істейміз? Мұрынға саламыз кеңсірек. И то бірінші әріпті саламыз. Екіншісі анық, ешқандай ғұна жоқ. Хойрон яро. Ваман ярмал. Енді бізде мим мен нун келді. Мим мен нун, олар жалпы табиғи ғуна сипаты бар. Мим мен нун. Табиғи ғуна сипаты бар. Мысал, давайте бізге мысал за. Мим әріп келді. Мим әріпті не істейміз? Шадалаймыз, да? Шадыны мен сразу сізге ашықтап берім. Бірінші әріп секунд, екінші әріп харакат. Не істеймін, мұнан кіреміз, да? А енді қараңыз. Екеуде ғуна бар ғой. Бірақ мұнаны харакат ғунасыз дыбыстаңыз. Мынандай болмайды. Зам, мынау не надо. Здесь ғунасыз не шығады? Харакат ғунасыз шығады. Одан кейін шадалған кезде, мим және нунды шадалған кезде біз ол ең кемел ғуна болады. Кемелдігі неде? Мысалы, хойрон, мұрынға салдық қой. А мына жер қараңыз. Зайн, зам. О, больше. Прям. Хорошо пошло. Жақсы кетті. Зам. Ой, здесь уже мне там. Мысалы. حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ең толқуны, ең кемелі ғұна шадалған кезде. Ол идғамда болсын, жауап ашық болсын. Просто сізге ескертіп отырмын. Бірақ мынау харакат ғунасыз жүреді. Хорошо? Харакат ғунасыз жүреді. Все, енді біз Құраннан іздейік осыны, да? Бір точканы үйреніп алды, о? Так, енді біз Құраннан талқылаймыз соны, иншалла. Так. Қайсы? Мына. Так, давайте. Бисмилля. Неден бастайық? Иқлас сүресін. Күнде оқып жүрген Иқлас сүресіміз. Енді біз соны уже мұняқта біз білеміз, да? Қараңыз. Валам якул. Нун келді ма? Нун келді. Келесі немен бастал жатыр? Ляма уже шады қойып қойды Құранда. Валам якуллаху. Якуллаху. Мына қандай мәт, кім біледі? Сыйла суғра. Қалған бір демейді. Уже шадылы болып кетті. Просто оны білеу керекпіз. Уже шадылы болып кетті деп не істемеңіз? Біліңіз. Қандай ереже? Идғам. Екі сөз қараңыз. Біріктір жібер. Қараңыз. Изғар. Ашық. Анық. Изғар не ол? Ашық. Изғар ол өзгеріске ұшырамайды. Идғам не ол? Қосып біріктіру. Енді қараңыз, идғамға қатысты ереже бір сөзде болмайды идғам. Міндет түрде нунға қатысты идғам екі сөзде болады. Бір сөз кәдімгідей незваный гость болып келесі сөзіне кіріп кету керек. Не арқылы кіреміз? Шады арқылы кіреміз. Нун оқылама? Оқылмайды. Еще раз, нун оқылама? Оқылмайды. Не арқылы кіреміз? Неге шадың ішіне не бар бізде? Сукун бар. Біз не нәрсе кіреміз? Сукунға кіреміз. Тоқын еш шықпастады тағы да мұнан. Да? Мен сезіп бастадым. Мұнан есі кіші отыреді, енді тоқын еш шығып кетті. Ладно, нормально. Дальше кеттік. Мынада уже бізде қазір. Қайда мұна? Так, масатқа келдік. Мағун сүресі. Қараңыз. Ойбай, мағун дедім ба мен?
Масат керек қой маған. Бізге. Масат. Ага. Так, енді біз на карандаш керек маған. Так, написать. Енді қараңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бітіріп тастадық. Таббат яда... Қандай мет? Munfasıl. Мәт munfasıl. Таббат яда аби лахаби. Тануын келді ма? Міне, екі тануын да. Біреуін алып тастадық. Не істейміз? Вауды. Шадалаймыз. Вауды шадалаймыз. Шадалағанда біз не? Бірінші әріп сүкін, екінші харакат. Мынау мұрынға кетеді. Лахабиун биун ватабба. Лахабиун ватабба. Нету мұрын. Тағы да бір тыңдаңыз, қараңыз. Лаха мим лаха нельзя. Четко. Мұрын жоқ па? Керек емес. Мұрын бар ма? Қолдану керек 100% қалай. Қараңыз. Лахабиун ватабба. Биун ва жоқ уже. Лахабиун ватабба. Түсіндік па? Дальше. Мына жерде қараңыз. Мынаны көрдік уже изғар екен. Да, тұрыңыз. Снять выход. Соңғы аятты қарайық. Фи джидиха хабалум. Қараңыз, енді тағы да мына нәрсені сізге түсіндірейін. Написать. Қараңыз. Фи джидиха хабалум мим масады. Тануынан кейін не келді? Мим әріп па? Шадалаймыз. Сукунынан кейін не келді? Мим әріп. Получается, бізде мыняқта екі рет қандай ереже келіп тұр? Идғам. Теперь андай нәрсе жасамаңыз. Яғни біз айттық қой жаңа мыняқта ен кемел ғуна. Жалпы біз Құран оққанда не нәрсеге мынау хабалум мим мас мына ерінен тек ерінмен дыбыстамаймыз оны ғуна, бірақ көрсетеміз толық екен. Қараңыз, мына нәрсе айырмашылығы. Хабалум Басып бұрын шақаласы отыра деймін. Хабалум миммасада. Нельзя. Не надо сюда силу давать, не надо. Зачем? Неудобно. Не стимс. Хабалум миммасада. Носиком. Хабалум миммасада. Еще раз. Хабалум миммасада. Ага, дальше кеттік. Зильзаляға барайық. Выход. Болды, сумен тамам. Мен де тамам. Я вас неделю потом готова не видеть. Так, кеттік дальше. Зильзаля. Ага, вот так кеттік. Осы жерде бізде әдемі мысалдар бар. Машалла. Альхамдулилля. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик написать. Қараңыз. Яума идин. Идин. Келіп тұрма тануин? Яума идин. Тануин келді. Тануинеген келесі әріп қандай? Яма. Не істейміз? Шаддалаймыз. Бізге не керек келесі сөзге кіріп кету үшін? Сукун керек, шадда керек. Не істейміз? Шаддаладық. Да? Шадаладық. Яума идин. Бірінші әріп сукун. Давайте ашамыз шаданы. Бірінші сукун, екіншісіне харакат. Не істейміз? Мына ғунаға саламыз. Яума идин яс. Тыңдаңыз. Яума идин. Яума идин яс. Яума идин яс. Еще раз. Яума идин яс. Түсіндік па? Бірінші оны ойнап аламыз. Деп. Дальше кеттік. Яума идин ясдурун насу аштатал. Тануинген қандай әріп келді? Лям. Не істейміз? Кіреміз. Морын керек па? Керек емес.
Аштатан лиюрау амалахум. Дальше кеттік, келесі аят. Нун келді ма? Керек па? Керек емес. Яны шаддалаймыз. Бірінші аят сүкун, екінші әріп харакат, мынау ғуна кіреді. Фаман ярмал. Фаман ярмал. Түсіндік па? Мисқола зарротин. Тануын келді ма? Қандай әріп келді тануын еген? Хо әріп келді. Ничего не делаем. Зарротин. Еще былай изгар әріп жатасаңыз, ол тамақты әріп толы. Тамақты мақаш. Хамза, ха, а, ха, ғо. Осы 6 әріп. Зарротин. Қалай бар, солай қоймыз. Енді хойрон келді. Бір тануын апсаймыз. Хойро боп қалады, хойро. Не істейміз? Яны шымен почын вообще бит одан төмен. Хойрон яро. Хойрон яро. Түсіндік па? Болды, енді тағы бір қайталайым. Келесі сабақты дайындалма келсеңіз ренжімеңіз. Мен ренжим уже. Қараңыз, сукунуына кейін немесе тануына кейін 28 әріп. Тез келген әріп келе береді. Тез келген әріп. Енді біз қараймыз, қандай әріп? Біз бүгін қандай ереже өттік? Екі ереже өттік. Қандай? Изғар және идғам. Изғар ол не? Ашық, анық. Қандай әріптер келу керек? Тамақтағы 6 әріп келу керек. Тамақты әріптер келсе не істейміз? Не ештеңе істемейміз. Ашық, анықтың бастаймыз. Но әрине біз нунның ақысын береміз. Дальше кеттік. Сукунуна кейін, тануына кейін. Лям, ро келсе не істейміз? Шадалаймыз. Нунды түсіріп тастаймыз. Бірақ салмаймыз. Иә. Саламыз дегенде ол бестілді деп. Салмаймыз. Я, вау, келді. Не істейміз? Сукунуны тануген. Қайсын салайым? Бірінші салайым. Екіншісін не істеймін? Салмайым. Мим нун келді, ғунаға саламыз. Толық ғуна болады. Все? Түсіндік па? Тамам ба? Тамам. Деватыр, келесі сабақты көреміз. Хорошо деген сөзге, жақсы деген сөзге. Ютубқа саларым. Тоқтат жібер жаным сол жерден.